қыстайық жасауға деп ойлаймын. Яғни бұрын алдыңғы айларда менің салған әрбір видео өте жақсы көрсеткіш болып жүрген, ал дәл қазіргі таңда барлығы бәсеңдеп тұр. Бірақ дегенмен де бүгін мен сіздермен жақынырақ танысқым келеді. Алдыңғы жолы мен өзімді таныстырған едім, және сол жерде әртүрлі комментарийлер арқылы сіздерде өздеріңізді таныстыра кеттіңіздер. Өте қуаныштымын. Достар, мен мұнда аздап бір жасайтын жұмысым бар еді. Тез жасап жіберейін ноутбукта. Және өзімнің подписчиктеріме танысып, қандай подписчиктерімді танимын деген сияқты комментарий бөлімін ашып сіздермен жақынырақ танысқым келіп отыр. Және міндетті түрде сәлем жолдаймын. Жұмыстың үйге келіп жалғасатыны жаман. Оны ешкім ұнатпайтын шығар деп ойлаймын. Қазір мен сіздерге қандай жұмыс істейтінімді айттым. Мен ағылшын тілі пәні мұғалімі. Қазір мен бастауыш сынып оқушыларына сабақ беріп жүрмін, достар. Бастауыш сыныпқа өмірімде сабақ беріп көрмегенмін. Мүлде. Аздап қиналып жатырмын, себебі балалармен жұмыс істеу өте қиын екен. Мектепте жұмыс істейтін мұғалімдерге расымен де басымды иемін. Менің өзімнің анам да мектепте мұғалім. Және мектепте істемесем де бүкіл мектептің жұмысын, жүйесін барлығын білемін. Аяқтап жіберейін.
Компьютерде, ноутбукта жазу жазған жақсы көрем. Бүгін біздің көршілерге не болды? Барлығы қарбалас болып, тазыр-тұзыр болып жатыр. Жараймыңыздар. Өзімнің YouTube каналымда кешіріңіздер, мен кешкі асқа сүйікті қауынды жеп алғанмын. Достар, ең алғашқы ең бірінші салған видеоға барып еске түсіргім келіп отыр. Ол кезде менде осы микрофон болмаған, петличка болған. Бірақ ол петличка асылы түсіруге арналмаған. Сол себепті оны мен қолданған жоқпын әрі қарай. Достар, егер осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, және өз есімдеріңізді естісеңіздер, онда міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Омаржан 97
айфон ұстап көрмегенмін мүлде. Сол себепті сапасы жағынан мәселе болып жатса айып етпеңіздер. Ақерке шик болғанда ақерке ШБРК деген көрермен алғашқы видеоларымды әрдайым қолдап жүрген екен. Рахмет. Мен мүмкін ұмытып қалған шығармын. Ақерке, сіз мені әлі де көретін болсаңыз, сізге сәлем жолдаймын. Және Милароза 2337 деген бір көрермен жазыпты. Так себе знаю казахский, но многое поняла, что говорит о том, что вы говорите на чистом классическом казахском, так как сленг и областные наречия я вообще не знаю. Яғни менің қазақша сөйлегенімді түсіне алдым деген екен. Сіздер жаза кетіңіздер, достар. Менің қазақшам қалай? Жалпы менің сөйлегенімнен қай жақтан екенін білмеймін. Менде бір диалект сезіле ма дегенде айта кетсеңіздер. Алғашқы 2 видеомды петличкамен түсіріп әрі қарай міне мына микрофонды сатып алдым. Айтпақшы, мені бастапқы кездерде Мұратхан 31 деген ер адам ба жоқ, қыз бала ма білмеймін. Мұратхан мүмкін есімі шығар, мүмкін қыздың фамилиясы болар, білмедім. Көптеген видеолар күтеміз. Әсіресе звукерді түсіріңізші деп жазған. Осыдан кейін мен әрі қарай шынымды айтсам, сіздердің комментарийларыңыздың бәрін қараймын. Былай түсіріңізші дегендерді міндетті түрде қараймын, бірақ қолымнан келе ма келмей ма, әйтеуір кішкене болсын істеуге тырысамын. Сондай-ақ мені көрші қыз деген АСМР каналдың иесі қолдап жазып кетті. Рахмет. Осылай бәрін көріп тамсанып аламын. Яғни артқа көз тастасам қаншама еңбек жасалыпты. Кейде өзімді бағаламай жатсам, осыларды қарап өзімді мойындаймын. Мына помада видеода мына көк түспен елеспей тұрған сияқты, бір түрлі болып көрінді. Жарайды. Мен негізі қызыл түсті помадаларды жақсы көремін. Және көбінесе сондай деп жағамын. Және достар, менің ең алғашқы видеоларымның бірі ол бетке массаж жасау болған. Және сол видеом ең көп қаралым жинады. Қазір қарасам 1,5 мың қаралым жинапты.
сол кезде жақсы қаралым болды. Мына жерде қазір айтып кетейін. Зая Мылтыкова 1392 деген көрерменге қатты ұнаған екен. Және маған ол кісі былай ескерту жасапты. Массаж жасап жатқанда бетті сипалап сүртіп отқан кезде дыбыс қоссаңыз жақсы болады деп. Яғни кейінгі видеоларымда дыбыс қосуға жасап жүрмін әлі күнге дейін. Және Мұхаммадқадир Мамаджанов деген кісі ұнатқан сияқты. Айтпақшы, менде Қазақстаннан бөлек басқа да елдерден көрермендерім бар. Байқап қаламын. Және жаңа Мұратхан 13 деген көрерменімнің айтуы бойынша звукерді түсіргем. Бірақ видео қысқа болған екен. Барлығы ұнатыпты, бірақ қысқа болған. Тіпті адамдар ағылшынша жазыпты, орысшада. Продолжай дальше. Анжела Борисова ағылшынша жазыпты, тағы ұзағырақ түсіріңіз. Гүлза 9045 күшті деп жазыпты. Және Мұқалмас республикалық қоғамдық ары қарай жоқ, әдемі шыққан, бірақ қысқа болып қалыпты деп. Шынымен де бар болғаны 1 минут 44 секунд ғана түсірген екен. Енді ол кезде бірінші түсіріп тұрмын. Қалай түсіру керектігін де білмеймін. Қазір еске алып, бір жағынан тамсанып, бір жағынан ұялып отырмын. Зая Мылтыкова тіркелді. Қолдаймыз деп қолдап кетіпті. Рахмет көп. Бастапқы кездерде тылсымды, жалпы дыбыстары қатты жақсы шықпаған сияқты. Енді білмеймін, өзімнің ойым ғой. Достар, мен сіздерге бір видео айтайын. Сол видеоны мен өзім қатты жақсы көремін. Бірақ мен ойладым, сол видео көп қаралым жинайтын шығар десем, көп жинамапты, небәрі 695 қаралым жинаған екен. Егер білмеген болсаңыздар, музыкамен бірге ASMR, яғни сөзсіз кешкі бет күтімі жасағанмын, бірақ бұл көп адамға ұнамаған сияқты, бәлкім, білмеймін. Онша комментарий мұнда жоқ. Және әлі қарай менің ең көп қаралым
осы видеомда көп адам ұнатты. Айдана Нұрғожаева, Мұратхан 31, Сая Малтыкова 1392. Айдана Нұрғожаева айттым. Филстат 88 деген адам маған ағылшынша комментарий жазады үнемі. Серікбай Сымбат, дос бол оңай. Айнұр, Сезім Олдасбековна. Айнұр деген кісі маған тегі голоспен түсіріңіз деп айтқан екен. Мен тегі голоспен бір рет видео түсіргем достар. Бірақ сол көп қаралым жинаған жоқ. Сосын ойладым, көп адам ұнатпайтын сияқты деп. Батыржан Қолдашбаев деген басқа ұлтта заман сияқты. Жарайды достар, ары қарай өзімнің видеоларымда кезекпен емес, әртүрлі кезекпен араласып видео қарай берейін. Өзіме макияж жасаған видеомда көп адамға ұнаған сияқты, және солардың ішінде Алтын Мұн 001, Алтынай деген тұрақты көрерменім. Алтынайды танимын, мектепте химиядан сабақ беремін деп айтты. Алтынай, сізге де сәлем. Үнемі қолдап отырасыз, рахмет. Диана Қалдарбек деген көрерменім бар екен, рахмет. Аса күшті шыққан дейді. Және косметикаларға обзор түсіріп видео салыңызшы деген екен. Оны да түсірді. Серікбай Сымбатқа сәлем. Және Куба 4188 деген ер адам бар, ел адам ба білмеймін. Сәлем жолдайын, бұл кісі үнемі комментарий жазып отырады. Айдениса Сарыбаева деген айтпақшы. Айдениса, сізге де сәлем жолдайын. Есіміңіз өте ерекше. Айдениса қандай мағына білдіреді екен. Мұзафар Вахидов 95. Рахмет, комментарий қалдырыпты. Сарағаш Магнит деген кісіге де сәлем жолдаймын. Ол кісі де үнемі жазып отырады есімде. Рахмет көп-көп. Достар, бір қызық ақпарат айтайын өзім туралы. Мен өзімнің түсірген видеоларымды өзім қарамаймын, мүлде тыңдамаймын. Білмеймін, өзім ұяламын, маған ұнамайды. Қазір видеоны қарамай, бірден төмен қарай комментарийға өтіп кетіп жатырмын. Себебі видеода мынау жерде тұрған тақ бәрінде көрініп тұр екен. Содан қатты ұяламын, білмеймін. Айко Тарас 93. Рахмет, Айко Тарас 93-ке сәлем жолдаймын. Сол кісі маған жазған шаш үлгісін прическа жасап түсіріңізші деп. Содан кейін мен өзіме манекен сатып алдым. Темудан заказ бердім. Айдос Оралбек сұлу қыз екенсіз деп жазып, рахмет. Және АСМР массаж для рук и спины жасаңызшы. Абеке Адиев 4097. Өтініш білдірген екен. Яғни осындай сіздердің барлық комментарийларыңызды қараймын. Соған сүйене отырып видеолар жасауға тырысып жүрдім.
достар барлығыңызға рахмет. Қазір бір кекке көз жүгірді, еске түсіріп отырмын. Қаншама нәрсе болған екен. Назерке нолик, мәссаған аризмаңыз через экран сезіліп жатыр ғой, ясамнер керемет шыққан деп өзімді рахмет. Назерке, сіз маған тіркелгенсіз деп ойлаймын. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіз. Рахмет. Комментарийіңізға сәлем жолдаймын. Және менде орысша есімді орыс азаматтары сияқты комментарий қалдырады. Мүмкін қазақтар жаны білмейді. Продолжайте. Не останавливайтесь. Очень хороший АСМР, приятный шепот. У вас хорошо получается. Дамыңыз тастап кетпеңіз деп жазған. Орысша жазған. Рахмет көп Александр. Әрі қарай. DA7870. Осы жазда Балқашқа бардым. Және менде де осындай массаж жасайтын май бар деп жазыпты. Сәлем жолдаймын. Мен сұрақ қойғам ғой. Жазда қайда демалдыңыз деп соған жауап берген. Так. Бір кісі жазыпты. Осы жерде айтпақшы. Тамарио Рид 2720 деген. Сіз өз жасыңызға әдемі көрінесіз деп жазған екен. Ол кісі. Сосын мен оған жазғам ғой. Сіз менің жасымды білесіз ба деп. Сөйтсем, жасыңыз 40-тан асқан деді ма, солай жазған. Енді білмеймін, қалдындап жазған шығар, бірақ менің жасым 40-тан аспаған, мен жасым небәрі 33-те. Және Ислам Камал деген кісіге рахмет. Абайдың қара сөздерін оқып, пайдалы әңгімелер айтсаңыз жақсы болар еді деп комментарий қалдырыпты. Негізі мен өзімде сондай бір пайдалы контент ұсынып жүрмін соңғы кездері, шынымды айтайын, бірақ ол пайдалы контентін білмеймін, адамдарға ұнамайтын сияқты. Адамдар жай ғана бір демалғысы келетін сияқты, ондай әңгіме тыңдағысы келмейтін сияқты көрінеді, еді білмеймін. Яғни өзімнің бар білетін біліміммен, өзімнің ойыммен бөлісіп, адамдарға бір пайдалы болғым келеді. Мен өзімнің өмірлік миссиям сондай, мұғаліммін. Білім беру, білім бөлісу, адамдарға тура жол көрсету деген сияқты солай. Және Абайдың қара сөздерін түсіріп салдым. Егер қаласаңыздар әрі қарайда жалғастыруға болады. Куба, Сарыағаш, Магнит. Так, ұйықтататын түсіріңізші деп басқа бір кісі жазыпты. Рахмет. Болат Гүлшан Айтанова. Сағызбен түсіріңізші деген екен. Мөлдір. Яғни күннен күнге көбейіп жатыр. Рахмет. Соңғы бір видеоларымда айтпақшы достар, бір ағылшын курс және ата-ана туралы балталға айтқан кезде видеом аздап сапасы төменде болып қалған себебі менің камерамда пленка, яғни стекло жабыстырған едім, ол менің камерамды жауып тастапты. Сол себепті камерам анық түспей қалған ғой. Қайсар Бақтиярға сәлем. Ол кісі де мені жиі қарайтын сияқты. Ақерке Катирова өте күшті деп жазыпты. 6
тамақ жеп камераға жазыңызшы деген соны істеп көрейін деп бірінші рет істедім. Негізі басында мен қауын жеп түсіргенмін бастапқыда, бірақ ол қараламас болғандықтан ойладым. Енді адамдарға ұнамай ма дегенде ойлап қалдым. Маржан 97 сұрақ жауап жасасаңыз біз сізге сұрақ қоямыз деп айтқан. Ол өтінішті орындадым. Beautiful Creature 22 күнде бір видеодан салып тұрыңыз дейді. Я, соңғы күндер байқайсыздар ма? Өте жиі салып жатырмын, өте жиі. Соломон Рай, наконец-то eating. Я өзімде бірінші түсіріп тұрмын. Және басқалар. Соңғы видео атопластика туралы айтқам, құлақ туралы. Ас болсын дейді, рахмет. Алтын Мон, Маржан, Шахноза Муратова. Шахнозаға сәлем. Шахноза, соңғы кездерде комментарийден көп көріп жүрмін. Атабек Зулғандеров, Алланың жаратылысы ғой, өте әдемісіз, бақытты болыңыз деп жатыр. Гуля деген кісі өз-өзіме ұнайды екенмін дейді. Ол өте жақсы. Берекес жасау керек. Сұлусыз ғой, рахмет. Айбек Олсейтов, микрофон жақын қою керек деп айтып жатыр. Тақта басқа идеялар мұнда жазылған екен. Достар, сосын айта кетіңіздер, сборник видеолар жақсы көресіздер ма? Жақсы көрсеңіз жиірек салуға тырысам, 1 сағаттан аса. Менде небәрі 2 видео бар екен. Қазір сол сборникті бір кісі жазыпты. Менің кішкентай қызым сіздің аса бір видеоңызбен ұйықтайды деп жазған. Ақырғы Кетирова, кішкентай бөпем сіздің дауысыңызбен ғана ұйықтайды деп жазыпты. Ойлаңызшы. Рахмет, Ақыргеге сәлем. Казахский АСМР — это очень круто. Спасибо. Алматыға бардым дейді Гуля. Балқаштан екен. Өте қуаныштымын. Дәулет 75, сізге 895 болып тіркелдім ғой дейді. Рахмет, көп. Так, мына жерде бір осы комментарий тұр, бірақ оқымай-ақ қояйын. Длинный АСМР көремін дейді. Длинный АСМР жақсы көреді сияқты. Так. Жандос, Гүлзада Өмірбекова. Так. Бетіңізге қандай оғат жасайсыз? Мереке кремдері сияқты. Жоқ, мереке емес, кәдімгі корейский кремдер. Достар, ол адам өз-өзін жақсы көрген өте дұрыс. Ол біздің кішкентай бала кезімнен қалыптасатын нәрсе екен. Біздің бала кезімізден миымызға, санамызға, миымызға, санамызға құйып өсірсе, іс-әрекеттермен көрсетіп өсірсе,
Айтмуратова, 20 Вау, прекрасно, приятно. Спасибо, рахмет. Наргиза кеңеспен еркелетіп түсіріңізші деп жазған екен. Достар, еркелетіп видеомен түсірген емеспін, бірақ менің видеоларымды мұқият қарасаңыздар, еркелету олардың ішінде бар. Қай жылғысыз деп жазыпты. Шашым туралы көп комментарий айтқан екен, шашыңыз әдемі деп. Рахмет. Врач болып түсіңізші, ателье деген сияқты түсіріңізші дейді. Және бір кісі жазған шокре 1xxx балталға түсіріңізші деп. Мен қазір жасым 36-да, күнде ұйықтарда ASMR балталға тыңдап ұйықтаймын. Бұрын папам, мамам ертегі айтып ұйықтататын. Сол кезде де шепотпен айтқызатынмын дейді. Яғни кішкентай кезінен ASMR жақсы көретінмін дейді. Дана Әпшия сезім деген атқа, Айдана Сабия деген атқа ASMR дейді. Сезім Олжасбековна, сезімге жалынды сәлем, Айданаға сәлем. Сезім деген есім қандай әдемі, иә. Және София өте әдемі. Бәріне сәлем, қыздар. Енді ертерек бұрын жолдамаған болсам, айып етпеңіздер. Барлықтарыңыз жақсы көремін. Барлықтарыңызға рахмет. Енді бір-екі нұсқаларды қарайын. Сіз Таиланд қыздарына ұқсайсыз дейді маған. Рахмет. Менде мұнда кітап туралы да ASMR салған екен. Жан-жақты екенсіз. Сіздің әңгімеңізді естіп, кітап оқуға шабытым ашылып кетті дейді. Рахмет. Абдылмансұр Көбен деген қашан жаңа видео дейді. Рахмет. Гуля деген көрермені балқаштағымын деп айтты. Қарағандыға көшу жоспарда бар, бұйырсын дейді. Я сізге сәттілік тілеймін. Қарағанды жалпы жаман қала емес. Мұнда қатты қарбалас жоқ. Маржан Алматы қаласында туылғанмын деп өз туралы ақпарат жазған екен. Рахмет. Қайсар Бақтияр, Алматыдан мен бармын. Скар деген бір никнейм екен. Жас көрінесіз дейді. Рахмет. Көп Маржан. Сұлу қыз екенсің. Қырғызстандан салам. Айтпақшы, менде Өзбекстан, Қырғызстан, тағы қандай елдер бар, көршілес елдерден көрермендерім болса, барлығыңызға сәлем жолдаймын. Сіздердің барлық комментарийларыңызды көремін, түсінемін. Қай тілде жазылса да. Қайсар Бақтияр, Арыс қаласынан болам дейді.
ба деп ойлағам дейді Қайсар және Маржан. 27-28 деп ойлағам дейді жазыпты. Рахмет баршаңызға, көңілдеріңізге көп рахмет. Өзбекстан керемет. Рахмет баршаңызға. Достар, жалпы көп сұрақтар, көбісі менің жеке өмірім туралы сұрақтар болған. Барлық сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Дұрыс жауап бердім деп ойлаймын. Және алдына айтқан еді, неге видеоларыңыз бірден бітіп қалады, аяқсыз қалып қояды деп. Себебі ол видео, қалай айтсам болады, бір видеоның үстіне запись басылған видео болса, кейде видео бітіп қалған кезде ары қарай не айтарын білмей тоқтата салатынмын ғой, содан ғой ол. Даусыңыз керемет. Сарыағаш магнитке сәлем. Аяжан Иманғожаеваға сәлем. Комментарий қалдырыпты. Так, және соңғы видео болсын достар. Айсұлтан 7891 қол дыбыстарын түсіріңізші. Бағасаку неразборчивый шепот түсіріңізші дейді. Сағызбен түсіріңізші. Спукерді без слов түсіріңізші дейді. Осындай өтініштер бар. Просто мен қалай айтсам екен, менде әлі күнге дейін өз-өзіме көңілім толмайды. Яғни видео түсіріп жүрген видеоларым өзіме қатты ұнай қоймайды. Асқар Асеке, рахмет. Нағыз қазақи контент деп жазыпты. Рахмет баршаңызға. Менің ең көп просмотр жинаған видеом міне қазақша контенттен версияда көп адам қолдап кеткен екен. Осы жерде Жаннеля, рахмет қолдауыңызға. Жаннеля 222. Қазақ тілі керемет тіл, укулукту дейді. Қай тіл екенін білмедім. Рахмет. Қарақалпақстаннан айтпақшы, мен көрермендерім бар, сіздерге сәлем жолдаймын. Рахмет. Айымка, рахмет. Асмір өте ұнады. Светлана Сейдахметова, есіміңіз таныс, сізге де сәлем жолдаймын. Өте көп комментарий екен, онда дами беріңіз деп бәрі қолдап жатыр. Тегей голоспен түсіріңізші. Айнұр деген көрерменім тегей голос жақсы көреді екен. Бір жігіт жазыпты. Жалмауыз қазақ қыздары дейді. Бейнұр 97. Қазақ қыздары күшті ғой негізі. Звук жақсарыпты деп жатыр. Рахмет. Нұргүл Рахымбаева, басталмай жатып ұйықтап қалыппын дейді. Куба, Болат Будабаев, рухани асмр дейді. Так, ары қарай. Анау крем біздің үйде де бар болған деп жазып жатыр. Енді өте көп комментарий. Рахмет. Барша қолдауларыңызға рахмет.
қыз 88-56 идеяларын беріпті. Көп адамдарды егер оқымаған болсам айып етпеңіздер, себебі сіздердің ютубтағы логиндарыңыз, есімдеріңіз түсініксіз әріптерден құралған, сол үшін оларды дыбыстай алмай жатырмын. Best car. Өзімнің қатты ұнатып түсірген видеоларым тек өзіме ұнайтын сияқты екенін сіздер айтқым келгені олардың просмотрлары көп емес. Так. Сөзді тап деген түсіріңізші дейді. Жақсы, алдағы уақытта түсіруге тырысамын. Айтпақшы, мен витаминдерді таныстырған видео болған. Сол видеода Алимжан Шамуратов қолдау керек дейді. Рахмет. Күшті видео болды, мотивация болды дейді. Жиі түсіріп тұрыңыз. Жақсы. Так, және әртүрлі пікірлер. Мен негізі бір видеомды істегенмін мына жерде. Қазір достар. Тауып алайын. Қаншама видео түсіріп тастаппын ғой. Арман Амиров. Анаргүл өте әсерлі. Рахмет. Ұйықтап қал. Көп адам ұйықтап қалдық деп жазады. Осы видеода жалпы кез келген менің видеоларым басып көріп бастағанда тіпті түрікшеде жазған екен. Түркияден selamlar, başarılar diliyorum. Türkiye'ye da selam жолдаймын. Ben Türkçe konuşabiliyorum. Konuşabilirim. Sizinle isterseniz bir video yapabilirim Türkçe. Ve pratik yapmak istiyorum çünkü son zamandır hiç kimle konuşmuyorum. O yüzden unutmuşum biraz kelimeleri ve sözleri. Anladınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Қырғызша жазған екен. Өзіміздікілер шықты. Аса бір түсіретіндер. Орыстарды тыңдап шаршадық деп жазған сияқты. Мен өзім қазақша аударып тұрмын. Рахмет. Смигол деген бір кісі. Реклама шошытты ғой дейді. Реклама енді мен қоймаймын. Ютубтың рекламасы. Кейбір адамдар ASMR'ді түсінбейді, ол себепті мынау не бәле дегендей жазып жатыр. Ондайлар да бар. Мен қалай айтсам екен, ондай ASMR'лерді ондай комментарийларды шын керек өшіріп тастаймын, себебі ол менің одан әрі қарай видео түсіруге желаниямды кетіріп тастайды. Яғни шынымен де
достар. Енді мен бүгінгі видеоны сіздерге сұрақ қойғым келеді. Сіз қандай ASMR каналдарды қарайсыз? Және ASMR-дің қандай түрі сізге ұнайды? Нені жақсы көресіз? Және ASMR түсіргіңіз келе ме? Айтпақшы, мен Қарағандыдан ешқандай қолдаушыларым жоқ сияқты, яғни көрермендерім жоқ сияқты. Қарағандыда ешкімді байқаған жоқпын, балқаштан болды. Сол ASMR-ге қатысты өздеріңіздің опыт тәжірибелеріңізді жаза кетсеңіздер, яғни қашаннан бастап қарайсыздар, кімді қарап бастадыңыздар дегенде. Бүгінге осы, достар. Барлықтарыңыз қайырлы түн. Барлықтарыңызға тағы да көп рахмет. Айтпақшы, үлкен рахмет деп емес, көп рахмет деп айту керек екен. Үлкен деген ол орысшада тікелей аударылған сөз, яғни большое спасибо дегенді үлкен рахмет деп аударып айтады, бірақ ол қате дейді. Көп рахмет деп айту керек дейді. Солай, достар, менің қазақшам туралы да жаза кетіңіздер. Сіздермен мейлінше қазақша сөйлесуге тырысамын. Арасында орысша сөздерді қолданбауға тырысамын, мүмкіндігінше. Кейде аузымнан шығып кетеді. Айып етпеңіздер.